Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен итальяндық тағам паста дайындайтын боламыз. Ең алдымен тауығымызды, саңырауқұлағымызды және де пиязымызды тазалап, жақсылап жуып, уақтап турап аламыз. Бізге осы суретте көрсетілгендей құрамдар қажет болады. Олардың нақты атауларын описаниеде жазып кететін боламын. Ең алдымен қайнап тұрған суымызға фетучини пісіруге арналған қамырымызды салып, оның үстіне тұзымызды, сұйық майымызды құйып, 5-6 минуттай қайнатып пісіріп аламыз. Содан соң келесі ыдысымызға сары майымызбен жуамызды салып, қызартып қуырып алатын боламыз. Енді саңырауқұлағымызды салып, оны да жақсылап қызарғанша 2-3 минуттай қуырып алатын боламыз. Оны бұлғап тұру керек, әйтпесе күйіп кетеді. Егер де сары майымыз азайып қалған болса, тағы да осы жерде сары май салып жібереміз. Содан соң тауығымызбен сарымсағымызды және де дәмдеуіштерімізді салып, оны да жақсылап қуырып алатын боламыз. Күйіп кетпеу үшін араластырып тұрамыз. Біздің тауықта 5-6 минутта піседі. Содан соң біздің кілегейімізді құйып, оны да 1-2 минуттай қайнатып алатын боламыз. Енді газымызды сөндіріп, біздің барлық нәрсеміз дайын болды. Жаңағы суы төгілген қамырымызды екінші ыдысымызға салып, араластырып, 10 минуттай тұндырып қоятын боламыз. Осымен біздің итальяндық пастамыз дайын болды. Ол өте дәмді шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер. Және де менің келесі видеоларымды көру үшін маған лайк басып, жазылып қоюды ұмытпаңыздар.